кереметтей саяхатшылар подкастын бастап жатырмыз. Берекесін берсін дейміз. Енді не дейміз? Бұндай подкаст жалпы былай қарадым. Негізі аздау екен. Жоқтың қасы. Сондықтан да осылай ашуды бастауды жөн көрдік. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Қош көрдік. Қош көрдік. Көрермендер. Таныстырып өтейік, шетінен таныстырып өтейін. Қасымда отырған Руслан Жайнақ, осы инклюзив саяхатшылық клубының региональный директор қазіргі таңда. Командасында бұйырса 300-ден аса саяхатшы бар. Тамаша. Шүкір. Содан кейін Ермек Мұқашев, эстрада жұлдызы, Домажор тобының экс-солисті, қазір осы саяхатшылар клубында региональный директор командасында. 5-минутный национальный директор деп айтсақ. Өте керемет. Міне национальный директорға бір-ақ қадам ғой. Шығыс болсын. Ерекеңнен кейін Ермек аға, сол Ерекеңнің саяхатшысы, маркетинг директор. Түркияда тұратын, қазір Қазақстанда жүр. Екінші линия ма? Сонда? Екінші линия ма? Қазір Қазақстанда жүр. Өте керемет. Ермек аға. Ермек Жүнісов. Дұрыс қой. Ал сосын Ермек ағадан кейін Марат Төлегенұлы Жанғазы, атақты күйші, композитор, қазіргі таңда осы саяхатшылар клубында маркетинг директор. Қазақстанның халық артисі. Аумин. Болашақ. Сіздің анау ордендеріңіз қайда? Әңгіме болады бүгін. Негізі сол ордендермен келу керек еді. Болады. Ордендерді бүгін шешу керек еді. Садыратып. 2 килограмм дейсің. Тамаша. Марат ағадан кейін ар жақта отырған, әрине осындағы бәріміз осы клубқа келуімізге себепкер болған, мұрындық болған атақты композитор, аранжировщик, Қазақстандағы көп біз тыңдап жатқан хит әндердің 70% осы кісінің қолынан шыққан ғой негізі. Павел Ли, национальный директор, ұлттық директор дейміз ғой. Қош көрдік. Қош келдіңіздер. Ал Немен бастаймыз енді? Не айтайын? мысалы Пәкең бастасын. Бірінші негізі Пәкең бастады ғой. 0 адам. Қалай келді осы компанияға? Қалай келді? Кімге звондады Пәкең? Қалай істейміз? Содан бастасаңыз. Кімді бірінші алдарыңыз деп. Бірінші кім болған дейсің ғой? Бірінші лох кім болған дейсің? Отырсыңдар ғой десейші. Подряд отырсыңдар ғой десейші. Жалпы 2020-да кірдім. 28 майда 4 жыл болады осы айда, кстати. Ертең құда қаласа, ертең. Ертең ба не? Уже. Ертең жуамыз бұйырса. 4 жыл болды осы компанияда. Енді 20-да пандемия басталды, сол кезде өте қиын болды айтуға. Жалпы саяхат туралы, мысалы. Адам өліп жатыр, осы жерде карантин, масочный режим. Ең бірінші адам кімге айттым? Ермекке айттым. Ермек негізі, Ермек екеуміз студияда жұмыс істеп, енді ол өзі... Қармақалиге нелік көп тұғы бірінші. Ол өзі айтатын шығар енді тарихы. Жалпы осы компания туралы көп өсек болды негізі. Очень много было слухов. Сенімсіздік? Сенімсіздік. Сосын былай стандартный демалыс негізі көп адамдар барып жатыр ғой. Мысалы, стандартный демалыс болды. Анталия, Египет, Дубай, мысалы, Таиланд, бірақ көбісі түсінбей жатыр. Стандартный демалыс бұл не ол, мысалы. Турагентствоға барамыз, путевканы аламыз, сол путевка арқылы барамыз, бір жеті, отель, пляж. Бір орында, бір локацияның ішінде жатамыз, мысалы, болды. Сосын 4 күн өтеді, уже ішім пысып кетеді, не істерін білмейсің. Ал круизный отдых бұл бізге вообще андай недоступный нәрсе болған ғой, жалпы. Әлем бойынша, кеме, мысалы, кеме тек 20% ғана толтыратын негізі, 80% бос болған. Енді инкруиз арқылы қазір біраз адамдар, мысалы, Қазақстан бойынша қазір 75 мың адам сондай шығар, уже барып келді. Саяхатқа шықты. Сол қазір уже 4 жыл өтті. Біздің командада уже шүкір қазір почти 1000 адам болды. Мәссаған. 4 жылдың ішінде 1000 адам болды уже почти. Сол жартысы уже барып келді, мысалы, көбісі сенбейді. Көбісі әлі білмейді, мысалы, осында білмейтін адамдар бар.
до сих пор мысалы. Білсе де сенбейді мысалы. Сенбейді, біреу лохотрон дейді, біреу пирамида дейді мысалы. Ең Мен көп кәдімгідей осы компанияға кірген кезде 2 ай кәдімгі жатып, ноутбугын ашып, расследование жасадым. Основатель кім, біздің әр $100 қайда жатады мысалы, ертең мына компания қадалса не болады мысалы, страховая компания кім деген сияқты. Оның бәрін көбісі адамдар енді интернетке кіріп қарамайды ғой мысалы. Көбісі қандай не арқылы, өсек арқылы біледі ғой. Иә, естіген Біреулер тыңдап алғанын айтады. еще қазекеңдер білесің ғой, қосып айтады ғой. Иә. Ойбай, анау бүйтіпті, мынау бүйтіпті деп Негатив қосып айтады. таратқанды, негатив айтқанды негізі адамдар жақсы көреді ғой. Қарап отырсаң, комментарий жазған кезде де. Менің ойымша осындай подкаст вообще жоқ болған ғой. Именно инкруиз туралы жоқ болды. Жалпы мен байқадым, саяхатшылар туралы, саяхатшылардың инсайты туралы подкасттар мүлде жоқтың қасы екен қазақ тілінде, жалпы Ол Қазақстанда. неге жоқ айтайын ба? Өйткені мен осы 3 жылдан астам уақыт көп адамдарға презентация қойып жүрмін ғой енді. Барам, осы инкруиз жайлы түсіндіремін, мектеп болсын, садик болсын. Барсаң, енді не істейсіздер? Саяхаттайсыздар ма, дайынсыздар ма десе, қазақтың әлі мышлениесі бар ғой, датауы төмен ғой енді. Мынандай да, біреу айтады, фундамент құйып жатыр едім, біреу крыша жауып жатыр едім, біреу құда күтейін деп жатыр едім, біреу той істейін деп жатыр едім деген әңгімелер да әлі ше. Сол үшін неге осындай саяхатшы әлі жоқ? Өйткені біздің қазақ әлі ондайға дайын емес та. Бана өсек жайлы айтып жатсыңдар ғой, өсек бізге қазаққа негатив керек екен да. Почему? Потому что мынандай нәрсе болды да. Қажылыққа бардым, Меккеде жүрмін. Сөйтіп мен Меккедемін, қажылықтамын деп жатсам, тиктоктан ешқандай просмотр ешнәрсе өтпейді да. Содан кейін менің бір жарым емес досым бар, Жан Ахмадиев деген ше. Соған хабарластым, Жан Ахмадиев, иә, Жандосқа, Жандос, біреу сен видео саласың, миллиондап атады деймін да просмотрларын. Біз саламыз. Біз саламыз, неғып өтпейді, осы айтшы десем, біздің қазаққа керісінше жаза берсек. Теріс жазсашы да. Хайп керек қой. Хайп, теріс жазсам. Содан кейін ойландым да, сол қабір бар да, арабтардың қабірі бар да. Ол қабірде аты жөні еш нәрсе жоқ, мынандай бір тасты қойып қояды, болды төбесіне. Осындай бір тас болды. Қабірлер ше. Біздің қабірлер зәулім сарай ғой, білесің бе? Сөйттім да қазақтың қабірлері қабір емес, арабтардың қабірі, ал қазақтардың қабірі зәулім сарай ол. Однокомнатный квартира сияқты деп салып бере салды. Ал кетті байталасын яқтан. Сен араб қолы өзің сол жерге жерлен өліп қал деймін дұрыс. Көпістен Ана негатив да, бірақ басым отырып рекқа шығып кеткен ұрып жатыр ғой сол видео ше. Сол кезде түсіндім да мен ше. Түсіндің ба? Қас кері сөйлейсің ғой. Тек қана керісін сөйлеймін. Инкрузис пирамида ма? Обязательно пирамида. Ағысқа қарап жүземейсің ғой. Сол ғой. Дұрыс қой. Өлген балық қана ағыспен жүзеді ғой. Титаникті білесіңдер ғой деп па? Титаник білесің ғой, батып кеткен, одан кейін қайсысы батып кетті, сол батқандарды айту керек басында. Мен өзі презентацияда Титаник, Британик, Атлантик деген 3 лайнер бар ғой, үшеуі де батып кеткен. Анау тиктокқа жазған ғой, әлем дамып жатыр, ал біздің қоғам әменді іштен айтамыз ба, сырттан айтамыз ба деп әлі бір-бірімен қырылып төбелесіп жүр деп ше. Мен сырттан айту керек. Сөйтсем соңға талқылап кеткенсің ба? Дін жайлы болып кетсе саяхат. Жоқ, негізі действительно мынандай нәрсе ғой. Қазақстан қанша артта қалған ғой. Мен баяғыда мына нәрсені көрдім, Пашашы. Терминатор қай жылы шықты? 95-ші жыл ма? 84-ші жылы шықты. Негізі мен 95-лерде көргенмін, 96-ларда ше. Сол кезде 84-те шыққан, елесеші. Сол кезде анау кіреді да, заправка кіреді ғой. Заправка кіреді да, чипсы, анау мыналарын алып, сол кезде таңғалатын ғой, мыналардың заправкасында магазин бар екен деп ше. Елесеші. Бізге бір 10 жыл болған шығар осы магазин ашылғанда деген сияқты қанша артта қаламыз да. Соны айтсаң бірақ ашуланып шығады. Соны айтсаң. айтсаң. Бағанағы сөзді босқа айтпады ғой. Ауылдан шықпағанның ақылы ауласынан аспайды деген сөз бар ғой. Бұл жерде сол нәрсе дұрыс. Ермек қозғап отыр ғой, дін мәселесі туралы. Негізі былай ойлап қарасаң, бізде сауап іспен айналысып жатырмыз ғой. Алла тағала өзі деді ғой, кемелерді суда адамға қызмет жасау үшін жүргізіп қойдық дейді. Ел көріңдер, жер көріңдер дейді Паша. Ризық несілберін көбейеді, өмірлерін ұзарады дейді мысалы. Енді қазір біз мына клиенттерге түсіндіріп айтып жатқанда айтамыз ғой, ел көріңдер, жер көріңдер. Бір том кітапты оқығаннан бір саяхатқа барып келген көп білім аласың деп түсіндіріп жатамыз. Дұрыс па? Егер мысалы мына Паша бастап
Аллаға шүкір енді 1000-ға жетеміз, Құдай қаласа. бұйырса. Бұйырса. Иә, Бұл жақын жерде арада. сол тіркелген адамдардың бәріміз өзіміз білімді болуымыз керек қой. Иә. Түсіндіңіз ба? Өйткені көп адамдардың ошибкасы автобустың шоферімен ақылдасады, мамасымен ақылдасады, паш айтпақшы. Сол дұрыс емес та. Біз максимально, когда осы білім болады, инкрузия жайлы толық ақпарат берген неге кезде автобустың шоферімен бір жер үйге қайтып баратып, бір жаққа ол кетіп баратып презентация шығады ғой. сен айтсаң да түсінбей қалуы мүмкін адамдар. Мен презентация қоясын. Қойғаннан кейін айтамын ғой, қандай сұрақтарыңыз бар? Маған қоймаңыздар, өйткені мен инкрузиста экспертпін деп айтамын ғой, түсіндің ба? Олар не істейді? Иә, сұрақ жоқ деп шығып алады да, таксиге отырады, таксистпен ақылдасады. Енді автобустың шоферімен ақылдасады. Таксистер адам емес деп түсінбеймін. Жоқ, адам емес. Олар инкрузис жайлы информация білмейді ғой. Инкрузис компаниясының эксперті, конфузия жайлы. Саяхатшылар клубының эксперттері. Негізі бұл жерде ол эксперт деген дұрыс емес. Эксперт ол сыртынан бақылаушы адам. Ол значит клубта емес деген сөз. Ол эксперт просто біледі сол туралы. мамандар ғой, мамандар. Иә, шетте Маман. қарап эксперт. Ал мен осы клубтың мүшесімін. Осынша жылдан бері менің Партнермын. осы тәжірибеде менің байқағаным деп айтсаң, Иә. бұл біледі. Бәрінің командасында саяхатшылар бар. Мына жерде отырған жандардың бәрі партнерлар, инкрузис саяхатшылар клубының лидерлері жиналып отыр ғой қазір. Бәріңіздің саяхатшыларыңыз бар. Саяхатқа шығарып жатсыздар. Өздеріңіз кім қанша круизге шығып келді бұл жерде, мысалы. Пәкең Америкаға 2 рет барып келді осы. Жалпы 5 круиз болды ғой. Жалпы 5 тегін круиз болды. 5-еуі де тегін. Иә, 2 рет Соны Америка. түсіндіріп айтып берсең, Паша. Иә, 2 рет Америка, Багамские острова, 2 рет Персийский залив дейтін, Дубай, Абу-Даби, Катар, Оман дейтін. И 1 рет Япония. Былтыр Японияға барып келдік. Оңтүстік Корея. Иә, жалпы Японияға 30 адам апардық қой. Сіз де бардыңыз бірге? Иә, бірге. Екі ермектен басқасын бәрі бар ғой. Иә, мына жерде бәрі. Жұмыс болсын, біз де барып кетіп. Иә, Уақыт кетіп тұрмыз да. Бұрын жасаймыз деп, иә, студияда. Артистердің басында барсын, шықпасын, шығыстар вообще. Өте қызық болды. Япония енді айта алмаймын. Негізі ше, Басқа әлем болды. былай қарайтын сияқты адамдар ше, инкрузис деп бір ұсынып жатсаң, тек қана круизді пихать етіп жатыр деп ойлайды да көбісі. Негізі олай емес қой. Мына платформада тек қана круиздар емес қой. Бүкіл отельдер, резорттар, әлем бойынша курорттар бар. Біз круизбен саяхат кішкене выгодно болғаннан кейін соны таңдап соған барып жүрміз. Мысалы, бір аптада 3 мемлекет, 5-6 қала көру деген енді супер. Енді қараңыз, менде мынандай сұрақ бар, мысалы. Әлем бойынша, Қазақстан бойынша көп біздің партнерлар, мысалы, мына инкрузис ұсынады ғой, мысалы. Не только біздің команда, вообще жалпы айтып жатырмын да. Әлем. Иә, мынандай сұрақ сендерге, неге именно сіздің командаға кіру керек? Мысалы, жалын саған сұрақ. Неге? Почему именно саған, почему анаған емес деген сияқты. Қандай плюстар бар? Бұл жерде біз негізі тек қана саяхатты ғана ұсынбаймыз ғой негізі. Саяхат ол болса да, болмаса да болады бұл жерге кіргеннен кейін. Қаласаң да, қаламасаң да дегенім ғой. Бұл жерде негізі эмоция орта сосын. Әдем. Бұл жерде біздің орта күшті дейсің ғой. әрине мен оны сенімді түрде айта аламын. Именно біздің команданың орта дейсің. Команданың ортасы бізде, Аллаға шүкір, ешқандай бәрі позитивчіктер, бәрі өз істерінің мамандары, өнер майталмандары бар. Не бере аласың командаңа? Қандай плюстар сенде? Не бере аласың? Сен командаға мен кіргім келіп тұр. Сен маған не бере аласың? Мен негізі ағартушылық бағытта жұмыс жасай аламын. Ол адамды жеке личный брендмен жұмыс жасай аламын, білім бере аламын. Бұл да енді ағартушылық бағыт қой негізі. Тек қана саяхатқа не емес, саяхат туралы емес. Сол орта бере аламын. Бірінші саяхатын, мысалы, толық қасында болып бірге саяхатқа ортаға түсінген келген адамға өте қатты байланысты екен. Мына офис болды ғой бізде, енді офиста жүрген кезде көп кісілерге қатты жаным ашиды. Енді прямой эфирде тұрып айта беремін, қандай болса да ше. Үлкен кісілер келеді, апаларымыз, ағаларымыз келеді, балам.
мына менің $100 төлеп берші, болмаса мына круизімді бронировать етіп берші, мен соны айтамын да, сіздер высший саясат Спонсор кім? спонсорларыңыз қайда сіздер тіркеген адам? Карточканы Иә. айтсаңшы. Осыдан басталады. Карточка заказ беріп берші, солардың арқасында Аллаға шүкір мен қазір эксперт Карточканың эксперт біздің елдегі. Иә. услугаң $100 иә сенің? Майкл Хатчисон көріп терминер деп санасын $100 карточка жүрген ғой деп. Жоқ, мынандай да просто негізі міне көрермендерге айтамын да, инкруиз компаниясымен көп жолығып жатсыздар. Неге инкруиз компаниясында көп негативтер шығып жатыр да? Иә. Осыдан ғой, осыдан мен до соны конца адамды сопровождать етпейді. тіркейді жоқ болып тастап кетеді. кетеді. Бірақ компания жауап қалған жоқ қой, дұрыс па? Жауап қалған жоқ. Ол не істейді? Bir ай жүреді, 2 ай жүреді, 3 ай жүреді, мана $100 төлей алмайды. Қай жаққа барып круиздарын айтып білмейді. Спонсорын айтса, оның спонсоры ауылмен жоқ. Сосын Білім кім жоқ жаман? дейсің ғой. Сосын не жаман? Инкруиз жаман. Ана, вот. Түсініңіздер ме енді? Оны көп адам тіркеліп алған, бірақ жаңағы спонсор дұрыс жұмыс жасап, өте сөздің жаны бар. Вот сол үшін әрқайсыларыңызда команда бар ғой, Иә, иә. командаларыңызды кәдімгі алақанында ұстап отыру керек қой. Иә.